15 qarashda ұлттық валютамыздың алғаш рет пайдаланылды. Бұл біздің ел үшін тәуелсіздік пен экономикалық еркіндікке деген маңызды қадам болды. Теңге тек миллион туралы ғана емес, бұл біздің тәуелсіздігіміздің нышаны. Әрбір теңге еліміздің бай тарихы, ұлы тұлғаларымыздың бейнесі, онда берешектеріміз бейнеленген. Ұлттық валютамызды қадірлейік. Оның тұрақтылығы біздің болашағымыздың жақын болғанын кепілі. Теңге күні Қазақстанның қаржы саласы үшін ерекше мереке. Еліміздің болашағы жақсы, экономикасы мықты болғаны үшін ұлттық валютамыздың тұрақтылығы аса маңызды. Ендеше осы күнді бірге атап өтіп, теңге тарихы туралы қызықты деректерге танысайық. Қазақстан ұлттық валютасы теңге жаңадан енгізілді. 1993 жылы 15 қарашада теңгенің алғашқы құпияларында қандай тарихи тұлғалардың белгісі болды? Әл-Фараби, Абай Құнанбаев, Серікбай Аюпов сияқты тарихи тұлғалар белгіленді. теңге сөзінің мағынасы қандай? Теңге түркі тілдерінен шыққан, ол тең құнды деген мағынада білдіреді. Теңгенің алғашқы дизайнын кім жасаған? Қазақстанда дизайнерлер Тимур Сүлейменов, Ағаталы Түсірханов, Назарбай Әкин және басқалар. Қазақстан теңгесі алғашқы қандай маркалармен шықты? 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 маркалармен шықты. Қазақстан монетасы қай жерде соғылады? Монеталар Өскемен қаласындағы Қазақстан монета сарайында соғылады. Қазіргі теңгелерде қандай қауіпсіздік ережелері жазылған? Субъектілер, микроэлементтер, голограммалар, микрокүлдің қорғаныс элементтері. Сізге тәуелсіздіктің символы ретінде қандай рөлді атқарады? Теңге елдің экономикалық тәуелсіздік және ұлттық бірегейлігінің нышаны. Қазақстанның ұлттық банкнот фирмасы қай жылы ашылды? 1995 жылы Алматы қаласында. Қазіргі 3 теңгенің алдында қандай механизм бейнеленген? Түркістандағы құжатты жасау есебесі. Теңгенің қазіргі замандағы ең үлкен номиналы қандай? Қазақстандағы теңге күні кәсіби сала мерекесі ретінде қай сала мен қызметкерлердің мерекесі ретінде саналады? Қаржы саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі.